Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұлыстың ұлы күніне арнап тағы да жаңа тауар түрін сатылымға шығарды. Бес бармаққа арналған жиынтық оңтүстік Ордабасы наурыз деп аталады. Күркетауықтың сан және жамбас еті, жылқының шегінен салынған қазы мен шұжық қосылған жаңа өнім нағыз диеталық тағам болып табылады. Тақырыпты тілшіміз сабақтасын. Еліміздегі номері бірінші құс шаруашылығы ретінде Ордабасы құстың алға қойған жоспары ауқымды. Солардың бірі ретінде кей өнімдерді қазақы менталитке бейімдеп шығару мұндағылардың негізгі міндеті. Сою бекетінің басшысы Бақтияр Жұмақановтың айтуынша, соңғы кездері мұндағы өнім атауларының барлығы да қазақы мәнге ие болғанын, әсіресе жергілікті жер атаулары пайдаланып жатқанын айтады. Қазаққа тән өзіміздің күркетауық етінен жасалған бешбармақты жасап жатырмыз. Ол бұған дейін жасалмаған еш жерде. Көбісі қойдың жылқының етінен бешбармақ жеп үйренсе, біз жаңалық есінде енгізіп жатырмыз. Бешбармақтың 3 түрінен. Оның ішінде атауы наурыз деп, наурыз мейрамына арнап арнайы сүрленген. Оның ерекшелігі басқа екі бешбармаққа қарағанда ол сүрленген, сүрлеп дайындалады. Ішінде жаңа қазылық жылқының майынан қосылған күркетауықтың етінен толық жасалған. Іргелі кәсіпорынның негізгі бағыты халықтық өнім өндіру, яғни күркетауық төс етінің бағасы қымбаттау болса, қанат еті арзандау. Дегенмен олардың дәмі мен қуаттылығында айырмашылық жоқ, ағзаға сіңімді, холестеринсіз, ақуыз бен түрлі микроэлементтерге бай. Сондықтан да серіктестіктің өнімдеріне қазір сұраныс жоғары. Бірінші мақсат біздің ата-бабамыздың енді ұлттық тағамы бесбармақ. Мынау жылқы етінен, қой етінен жасалынған бесбармақ ол өзінің брендімен қалады. Бұл бесбармақ жиынтықтары баға жағынан 30-40% жылқы етінің бесбармағы мен қой етінің бесбармағынан арзан. Қолжетімді 30%-ға төмен. Екінші жағдайы ағзаға тез сіңіп, үлкен аталарымыз бен апаларымыз, жастарымызға ағзасына тиімді, сіңімді. Күркетауық кешенінде диеталық еттен бастап қайта өңделген 60 түрлі өнім шығарылады. Соның ішінде ең құнарлысы күркетауық етінен жасалған бесбармақ жиынтығы. Ол дәмділігі жағынан кәдімгі жылқы етінен дайындалған астан еш кем түспейді дейді мұндағылар, ал бағасы қалтаға қонымды болмақ. Серіктестік басшылары жаңа өнімдер арқылы әрі мереке ажарын ашуды, отандық өндірістің өрісін кеңейтіп, экспорттық әлеуетті еселеуді көздейді. Гүлжауһар Ахметқызы, Руслан Тілеубердиев, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.